Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздер 17-13 көлемді үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Құрметті көрермен, алтындай уақыттарыңызды бөліп, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, осы видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймыз. Ал ендеше бастайық. Бірінші бізде кіреберіс. Оның көлемі 2-де 7-де 30. Келесі бізде қазандық. Қазандықтың көлемі 2-де 2-де 50. Келесі кезекте жуынатын бөлме. Оның көлемі 2-де 4,5. Келесі кезекте бізде ас бөлмесі. Оның көлемі 4-де 4,50. Келесі кезекте бізде холл. Холлдың көлемі 4-де 7-де 30. Келесі бізде зал. Залдың көлемі 7,80-де 4,50. Келесі кезекте бізде бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 3-де 4,50. Келесі кезекте бізде екінші жатын бөлме. Оның көлемі 4-де 4,50. Келесі бізде гардероб. Оның көлемі 2,50-де 2-де 40. Және бізде үшінші жатын бөлме. Оның көлемі 4-де 4,50. Және де бізде соңғысы дәліз. Оның көлемі 2,40-да 4,50. Бізде сызбамызда үйдің негізгі қабырғалары 40 см және бөлме аралық қабырғалар 20 см-мен белгіленген. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Көп рахмет.